Құрметті тыңдарман, Өмір-ай арнасының бүгінгі әңгімесін тыңдап қолдай отырыңыздар. Бас ауырмағанның Құдаймен ісі жоқ деген қазақтың ақмақтау мақалының ақиқаты да бар екенін адамдарға айтқым келіп еді. Өйткені өз басым 40 жылға таяу уақыт ортопед дәрігер болып қызмет еткенде, іштен туа пайда болған ұршық кемдігінен ақсақ болып қиналып жүрген талай балаларды өз қолыммен әрі ерекше тәсілмен емдеп, көптеген адамдардың аянышты тағдырына арашашы болған едім. Міне осы ақсақтық мені бүкіл өмірімді арнаған ортопед дәрігер болуға қалай жеткізді дегенді, әрі ақсақ адамдарды аяғы сау адамдардың түсінбейтіндігі, тіпті аямайтындығы жайлы өз басымнан және басқа тағдырластардың басынан кешкен ащы шындықтарды ортаға салмақпын. Аяулы анам маған босанарда нәресте теріс келіп, анам 3 күн толғатып, қатты қиналып, әбден әлі құрып, енді босана алмайды, өледі деп күдер үзген кезде, абысыны сәбем келіп, оң ба теріс пе деген ырым, бәлкім босануды жеңілдететін бір қызық әрекет жасапты. Құдайдың құдіретімен мен құйрық жағымен озып туыппын. Мүмкін Алла тағала маған қайсыбір адамдардан қиянат көріп, алалауда өте тұғын. Қыз ғұмырымның кем бағыл тағдырыма, таңбаны маңдайыма осы күні басқан ба, кім білсін. Туғаннан соң балпанақтай боп өсіп жетіліп, көрші қолаң қызығардай сүйкімді қыз болыппын. Қазақтардың санасына сіңген салты бойынша баланың 12 мүшесінде кеміс бар ма, жоқ па деген тексерудің орнына, мұрны кімге тартқан, көзі кімге тартқан деп қайсы бір жерін өз-өздеріне ұқсатып мәз болып жүргенде, мен 2 жаста аяғымды әзер басып жүрген кезде, үйрекше теңселе ақсап жүргенімді көріп, ата-анам ауыздарын бірақ ұстаса керек. Осы кезден менің өмірімдегі келеңсіз оқиғалар мен есіркеген көзқарастардың сәби жүрегіме инедей қадалуы басталған еді. Әсіресе, әй, мына баланың аяғы ақсақ қой, деп басталатын ұзақ сонар, құлаққа жағымсыз қысыр кеңестер менің басқа сау балалар қатарлы еместігімді дәлелдеп жатқандай, әдейі кемсітіп тұрғандай, көңіліме түрпідей тиетін көңілсіз кездер басталған болатын. Алайда бұл шындық еді. Өзім қатарлас балалардың секіріп ойнап жүрген жеріне барғанымда, мен секіре алмайтынмын. Олардай алаңсыз жүгіре жөнелуге бір аяғым мұрса бермейтін. Кейде басқа балалардан денемнің үлкендеу, әлділеу болғандығын пайдаланып, ойнап жатқандарды кемелей қалсам, бұған шамданғандары, сен ақсақсың, деп кеудемнен итеріп, ойынға кіргізбей, сау аяғымды шалып итеріп, шаңды бұрқ еткізіп, шалқамнан түсірген кейбір ерке-серкелерінің жасаған қиянаты, бала жүрегімде осы күнге дейін ұмытылмай, қатқан көз жас болып көкірегімде қалып қойғанын қайран анам байғұс қана білген шығар. Өйткені маған жасалған осындай жөнсіз қиянат сайын, ойбай салып, бақырып жылап, шешеме келуші едім ғой. Шеше, мені балалар ойнатпады, ақсақсың деп, кеудемнен итеріп жіберді деп. Жағынғанымда шешем мені жұбатып, сандығының түбіне терең тыққан теңбіл кәмпитінің бірнешеуін беріп, басымнан иіскеп, құшақтап отырып сыңсып өлең айтып, өлеңнің соңы жылауға айналып кетуші еді. Мені құшақтап отырып, талай рет осылайша жылап отырған кездерінде, шеше, неге жылай бересіз дегенімде, өзім ғой қарғашым деп, көз жасын сүртіп қана кете беретін еді-ау. Қайран анашым, мені кемтарлықтан құтқаруға сенің қолыңнан осыдан артық ештеңе келмеген екен. Дәрменіңнің жеткен жері өксіген кезің, өкінішке толы көз жасым болыпты. Анашым, саған ренжімеймін, бірақ өкпелеймін. Кейбір қазақтардың ми салмас мінезінің құрбаны болған менің осы мүгедек тағдырыма, әрине, әкемді де кінәламаймын, бірақ әкеме де өкпелеймін.
Себебі ол кезде маған олар ерекше көңіл қойып, емдеткен болса, менің кемтарлықпен басымнан өткен қиыншылықтарымның жеңіл болатыны әуелі сауығып та кетер ме деген арманыма өз басым күмәнсізбін. Осы жасқа келгенде өзім тағдырлас талай адамның өмір тарихына қанықпын. 4-5 жасқа келіп, ес білген кезден бастап, өмірімнің осы күніне дейін, әсіресе аяғымның ақсақтығына бола, маған тіл тигізіп, келем ашпаған, ренжіткен, тағдырымның маңдайыма жазған кемістігін бетіме басып, ақсақ, шойнақ деп мені жылатқан. Кейде менің осы кемтарлығыма қарап, жүрек жылулығын танытқан барлық адамдар менің көңілімде өшпестей жазулы. Өйткені олар менің бастан кешкен тағдырым, олар менің өткізген өмірімнің жанды куәсі. Кішкене кезімде кешке таңертең өзіміздің қолда ұстайтын бірер жарым бұзаулақ қозыларды жүгіріп жүріп қайратын кездерінде, егер мені үлкен ағам ертіп жүрсе, қолымнан тартып, жұлқып сүйрелеп, сен бір бәле болып жабыстың ғой маған, болсаңшы тез, жүгір, бұзау еметім болды, деп сілкілеп, кейде орныма тастап өзі жүгіріп кетіп қалатын еді. Дәл осындай жағдайда өзімнен 5 жас үлкен ағам Жанатхан мені сондай аялап, бұзау ұзап кететін болды. Жүре алмайсың ба? Аяғың ауырды ма? Деп арқасына мінгізіп алып, еш қиналғанын білдірмей жүгіріп жүріп, жұмысын тындырып, онымен қоймай, мені күлдіріп ойнататын еді. Сондықтан менің балалық өмірім тек сол қазір марқұм болып кеткен жұмсақ жүректі Жанай ағамның жолын тосумен өтті десем, аяушылықтың қандай қымбат екенін қазірде көзіме жас ала отырып еске алам. Сондықтан да ағам Жанатханның менің жеке өмірімдегі еңбегі өте зор. Оның мейірімі, қамқорлығы өзі бөлек, бір кітапқа арқау боларлық ұзақ хикая. Өйткені ол ағам дара туған асыл жан еді. Тіпті мен әбден үйлі баранды өз қолым өзіме жеткен маманды болған кезімде, сол кездегі екінің бірі қолы жете бермейтін, ақсақ емес сау адамға да арман болған су жаңа ақ Волга машинені маған сыйға беріп, аяғың ауырмай, жаның қиналмай жүр шығарғам, саған әдейі алып келдім деп қымбат көлік мінгізген еді. Әр кез қиналғанда жаныма ең жақын тұратын анамды үнемі еске аламын. Оның тапшы жұпыны өмірі де мүгедектігіммен бірге жүрегіме қадалатын тағы бір тікен еді. Өмірін өзге үшін, ұрпағы үшін арнаған, ғұмырында аузынан бір жаман сөз шықпаған, бірде адамның көңілін жықпаған, ешкінің сезіміне қаяу салмаған, күйеуіне күніндей қызмет етіп, сыйлаған қайран анашым, ақ саусағыңа бір тәуір жүзікте тақпаптау. Болмаса құндылау үшікте иығына іліп көрмепті. Өзі кимей баласына кигізген, өзі жемей баласына жегізген анашымның маған деген қамқорлығын ойлағанда, ондай асыл адамға қалай өкпелейсің? Айтпақшы, біздің класста бір ұл бала болды. Аты Атанхан еді. Ол бала байғұс 14 жасынан бастап аяғы кенет ауырып, операция жасатып, емдеуші дәрігері тәжірибесіздігінен бір аяғын ақсақ болдырыпты. Сыртынан қарағанда, оның күні менің күнімнен де ауыр сияқты. Мен жастайымнан, кемтарлығымды білгеннен, ақсап жүргенімнен, одан қарағанда өмірге біраз ерте көндіккен деймін. Ол 14 жасына дейін құлындай құлдыраңдап жүгіріп жүрген бала екен. Кенеттен келген кеселден ақсап жүре алмай, арықтайдай сүйретіліп жүргенін көргенде, өзім жырғап жүрмесем де, оған артығырақ жаным ашитын еді. Өйткені ол өзін өте төмен ұстап, үнемі жабырқаулы жүретін. Ол бір жылда 4 мектеп ауыстырыпты. Қасындағы балалары мазақтаған мектепке қайтып бармай қояды екен. Атанханның шешесі біздің мұғалімнен көмек сұрап еңірегеніне куә болдым. Құдды менің анамнан аумайтын қам көңілдігін көріп, оған да жаным ашыды. Әр кез балалармен жақын танысып,
араласа бастасаң болды. Олардың менен ең бірінші сұрайтын сұрауы: сенің аяғың неге ақсақ дейді. Сен бұрыннан ақсақсың ба? Жоқ, артынан ақсақ болдың ба? Емделдің бе? Емделмедің бе? Аяғың жазыла ма, жазылмай ма? деп сұрауларын жалғастырады. Менің өмір бақи естуден шаршаған ең бір келеңсіз сұрақтар осы еді. Сондықтан әдетте мен біреулермен жаңадан таныса бастағанда қорқынышпен оның осы сұрауын күткендей болатын едім. Менің жүрегімнің тілім болуына осы сұраудың да қосқан үлесі ерекше. Осы сұрауларды менен еш уақытта сұрамаған бірнеше адам ғана болды. Ол медуниверситетті бірге оқыған жақын досым мен өмірлік серігім еді. Олар тіпті менің аяғымның кемтарлығын да байқамайды екен. Менің бір табиғи жағдайым секілді ғана қарайды екен. Бастауыш класста оқып жүрген кезімде, қыстың күні сабақтан тарап, үйге қарай аяңдап келе жатқанымда, біздің класстағы екі ұл бала бірін-бірі қуалап, қардың үстінде жүгіріп бара жатып, өз жайымда кетіп бара жатқан маған соғылып, шалынып, жығылып қалды. Мен де анадай жерге ұшып түстім. Тұрып, үстімді қағып жатқанымда, ол орнынан тез тұра сап, жүгіріп кеп, «Қу шойнақ неме» деп мені теуіп қалды. Онсыз да үнемі өзімді кем санап жүретін өмірге өкпелі жүрегім көкірегімді өксітіп, мені еңірете жылатып жіберді. Менің жылағанымнан не пайда? Бұдан болып аяғымның ақсағы жазылатын бет. Осындай түңіліп отырған кезімде, біздің класста бірге оқитын Ахмет деген бала жүгіріп келіп, «Тұрсаңшы, тұр, жыламашы» деп, менің жығылғаныма емес, аяғымның кемдігіне назаланып жылап отырғанымды сезгендей, өте қамқорлықпен құлағыма сыбырлады. Мен уанып, елең етіп, орнымнан тұрмақ болғанда ол: Болат, бері кел. Сен аяқ ауру баланы өзің соғып құлатып, оның үстіне оны неге тебесің? Оңбаған екенсің», деді, күйіне айқайлап. Ал Болат болса, ештеңеден таймайтын бұзық еді. Ол жүре алмайтын шойнақтың өз обалы өзінде жүгіріп бара жатқанда, алдымнан кейін тұрмаған өзі, деді, беті бүлк етпей. «Сен оңбаған, не айтып тұрсың?» деп, Ахмет онымен төбелесе жөнелді. Мен орнымнан атып тұрдым. Ол бұзықтың тағы 2-3 бұзық досы бар еді. Олар Ахметке жабылып кетті. Мен жаны ұшырып жүгіріп барып, «Ахметке тиіспеңдер, тиіспеңдер, одан да мені ұрыңдар» деп, оларды сумкамен ұрып, жан жаққа ұшырып жібердім де, Ахметті қорғап үстіне құлай кеттім. Ахмет орнынан тұрып, қарын сілкіп, менің де үстімді қағып беріп, айналып кете берді. Неге екенін білмеймін. Осы күннен бастап өмірімде өзіме жылы шырай танытатын ана мен ағамнан басқа да жанашыр адамдардың бар екеніне сенгенде болдым. Менің өмірімнің осындай күрделі көңіл күйін, сезімдерімді сіздерге түсіндіру қиын да шығар. Өйткені мұны басынан кешпеген адам біле алмайды. Менің жүрісімді көріп, кейбір адамдардың мені менсінбей қарайтынын іштей өзім сеземін. Немесе өзіме солай сезілетін секілді. Қайсы біреулердің менімен келіспей қалған кездерінде әдейі менің кемістігімді бетіме басып айтатын ауыр сөздерін ести жүрегім тілімдене қатайып, оған да әбден көндіккен деймін. Өзім қатарлы балалардың менімен тең қатынасын сезе алмауым маған өте ауыр, іштей күйзеліс еді. Яки мен өзім солай ойлап, соған иланып кеткен секілдімін. Сондықтан да мен ешкіммен араласпауға, ешкіммен қатыспауға тырысып, соқыр дүлей құсап, барлық қызық нәрсені оңаша тұрып байқаумен көп күндерімді өткізуші едім. Біздің класста 36 бала болса да, ерекше бір іс жағдайда болмаса, менімен жақын қатынастары да аз болды. Мүмкін бұл олардың қателік емес, әлгі өзімнің саяқ мінезімнің әсер болуы да мүмкін. Кейбір пысықұлдардың көшеде қасымнан сыр етіп өте шығып, құрбылас қыздардың қасына жүгіріп барып,
олармен ойнап күліп кетіп бара жатқандарын көргенде олардың осы еркіндігі жүрегімді ауыртатын еді. Ақсақ адам қанша жүрсе, жер сонша қашық құсап тұрады. Әреңдеп ақсап кетіп бара жатқанда, әрбір қасынан жүгіріп өте шыққан 12 мүшесі сау адамдардың бәрі сені қорлағандай сезілетін сезімде боласың. Әуелі бірге оқитын, бірге еститін адамдардың сенің қасыңда бірге кетіп бара жатып, сенің жүрісіңе шыдамай, не кете алмай, не сені қалдыра алмай, қасында қыбыжықтап жүргенін көрген кезде, сен өзің-ақ Құдайдың басқа салғанын мойындап, мен ақсақпын, жүре бер деп, артынан іштей қан жылап қалатының өкінішті болса да маңдайға жазған тағдыр еді. Бірақ кейбір ересек кісілер де мұндай кемтарлыққа мән бермей, мені шақыру үшін аттам жерден айқайлап, андағы ақсақ әлгі кім еді, шақыра салшы дейтін кездер үнемі болмаса да кезігетін. Әсіресе бәрінен де маған ауыр тиіп, әлі есімнен кетпейтіні, бастауыш мектепте сабаққа бара жатқан кездерімде жолдағы үйлердің кішкене балалары жиналып алып, мені мазақтап, ұзап көрінбей кеткенге шейін, «Әй, ақсақ, әй шойнақ» деп айқайлаған дауыстары әлі күнде құлағымда шыңылдап, солардың дауысы құлағымда мәңгі өшпей қалған сияқты болып тұрады. Ондай мазақты алғаш естіген кезде не қаша алмай, не барып өш ала алмай, сол жерде отыра кетіп, өкіріп жылайтын едім. Менің отыра кетіп жылағаныма да олар мазағын тоқтатпайтынды. Ол көрген қорлықтарының бәрі өз аяғының кемістігін үнемі ойлап, сан күндер бойы қайтсе жазылады деп, қинала ауыр ойға батқандығымен салыстырғанда ештеңеге тұрмайтын құсаған. Дене шынықтыру сабағында қатыспасаң да көріп отыр деп, мені отырғызып қойған кездегі көз алдында құлындай ойнақтаған кластағы балалардың доп қуып жүгіріп, құстай ұшып жүргенін көруім, мен үшін дарға суға алып келіп, дар ағашының қасында өлімін күтіп тұрған адамның халіндей ауыр сезілетін. Балалардың бәрін жинап жасататын, денсаулыққа арналған жаттығулардан бастап, балаларды қатарластырып тізбектетіп жүргізетін түрлі іс-шаралардың бәрі мен үшін әдейі қорлау секілді азап, мазақ еді. Мұндай кезде өз қатарластарымның кейбірі өздері-ақ менен қымсынып, мені көріп қайтерін білмейтіндей сезімде болатынын кейде байқайтын едім. Осылайша жылап жүріп күліп, күліп жүріп жылап, орта мектепті де бітіріп, Аллах қолдап, дәрігерді дайындайтын жоғары мектепке де түсіп кетіппін. Өмірде тірі жүргеннен кейін талайларға жолығасың. Ақсап жүргенімді көріп, құрбыларының кейбіреулері аяғыңа не болған деп сұрап, жағдайымды түсіндіріп айтсам, менің аяғымда сондай болған, мен емдетіп жазылғанмын деп, қасымнан зырылдап жүгіріп өтетіндермен де кезігіп едім. Осындай кездерде әрине әке-шешеме қатты ренжимін, өмір бақи ренжимін. Бірақ мені өмірге әкелген, аяғымды емдетпесе де, аш болдырмай баққан әке-шешеме, олардың жарты бейнесін тауып туғандықтан еш уақытта кінәлай алмаймын. Бірақ еріксіз өкпелімін. Әке-шешемнен сұрай алмаймын. Неге емдетпеді мені? Неге көңіл бөлмеді? Тұрмыс жағдайлары болмады ма? Қалай? Бұған ой санам жетпейді. Әуелі менің әкемнің жақын құдасы болып еді. Тек осындай балаларды емдеумен айналысатұғын. Болмаса соған емдетпесе де бір рет апарып көрсетпепті. Бірақ той-тойлап, өздеріне қажетті бұйымдар сатып алып, ақшаларын әрнеге жұмсап, қуанышқа бөленіп, аман-есен жүре береді екен. Бірақ мен туралы не ойлады? Неге бұндай болды? Оларға менің ақылым өмірде еш уақытта жеткен емес. Әлгі кластас Ахмет деген орта мектепті бітірген соң әскерге кетті. Әскерге кетерінің алдында маған келіп амандасып, жағдайын айтып, қысқа хабарласып аттанды. Одан кейін хабарласпадық. Мен де студенттік әлекпен
бір маманға ілігудің арман жетегінде кете бердім. Әсіресе өзіме өзім ант еткендей, мұқым дүниеде бірде ақсақ бала қалдырмай емдемекшімін ғой. Арман жетегінде ауыр сабақтан мұрша жоқ жүргенде Ахмет те ешкімде есімде болмапты. Бір күні мен оқып жүрген дәрігери жоғары оқу орнының шыға берісіндегі үлкен алаңқыда кетіп бара жатсам, маған қарап күліп Ахмет тұр. Ол бұрынғыдан гөрі менімен ашық жарқын сөйлесті. Дәлізде менімен сөйлесіп тұрып, дәрігери мектептің ішіндегі ақ халат киіп, аққудай қалықтаған, қордың қызындай бірінен бірі өтетін сұлу қыздарға көз қиығын тігіп, тағатсыздана қарап қояды. Менің адресімді алды. Тағы жолығамыз ғой, келем, деді. Осыдан тура 2 ай бұрын менің кластасым әлгі бұзық Болатта келіп еді. Кездесуіміз құдды Ахметтікіндей болды. Әдемі жігіт болыпты, көңіл баяғыдай. Оның Ахметтен айырмасы маған тура бұйымтайын айтып, мына жүрген қыздардан бір әдемі, биязы қызға таныстыруымды өтінді. Енді мен Ахметтің де арман жетегінде жүрген бұйымтайын айтпай, түсінгендей болдым. Ол тума тұйық мінезінен сырын аша алмай кетті білем. Арада 4-5 ай өткеннен кейін телефон шалып, екеуміз жолығайықшы, мен сенімен сөйлесетін бір тығыз жұмысым бар еді, деді. Мен ертерек келіп, межелі жерге жайғастым. Мен келгеннен кейін ол да көп кешікпей келіп, қасыма отырды. Дәл алдыңғы кездесудей, анау-мынау бір нәрселерді мағынасыз қайталап сөйлей берді. Сосын тамағын сәл қырнап, Айнаш, сен маған тұрмысқа шықшы. Екеуміздің де тұрмыс құратын жасымыз келді. Мен сені әсте ренжітпей, аялап, асырап жүре алатын жігітпін деп ойлаймын, деді. Мен әуелі не естіп отырғанымды түсінбей, оған тесірейіп қарап қалыппын. Себебі бұл менің өмірде алғаш естіп отырған, еш уақытта күтпеген сөзім еді. Мен көзіне қарап, сен саусың ба? Не айтып отырсың? Дедім. Себебі бұл күнге дейін ондай оқиға болады дегенге, мұндай сәтке жолығамын дегенге сенбеген едім. Ол менің қолымнан ұстап, рас айтамын Айнаш, Құдайға рас. Сен маған тұрмысқа шық, мен саған сенемін, сен өте жақсы қызсың, деді. Мен осы кезде оның түр-түс сипатынан, айтқан сөзінің рас екенін сезіп, шынымды айтсам, толқығанымнан осындай күнді де Құдайдың маған бергені рас па деп ойлағанда, қатты өксіп, жылап жіберіппін. Маған тұрмысқа шық деп тұр ғой. Осы сөзді құлағымның естігеніне де сене алар емеспін. Ол маған не болғанын білмей шошып кетті-ау деймін. Дереу басымды құшақтап, жыламаш Айнаш, жаным, деді. Астапыралла, бұл да менің өмірден күтпеген сөзім еді. Құдай берейін десе, бақытты осылай кездестіретінін әуелі еш уақытта қиялдамаппын. Әрине, мұндай күнді мен пақырға Алла тағала жарық дүниеде кездестірмеуі мүмкін еді ғой. Оны терең түсінгенім соншалық, сен үшін кез келген тозаққа дайынмын, егер сен мені алсаң болды, дедім. Осылайша біз үйлендік. Өзім тұйық емес болсам да, тағдырдың тауқыметінен маңдайыма жазылған тұйық сезімім бұл қуанышымды тек өз жүрегімде сақтауға серт бердім. Осылайша ешкімге де, әке-шешеме де тіл жарып айтпадым. Ахмет менімен келіскен күні мәшинемен бірнеше достарын ертіп келді. Мен үйден бар жақсы киімдерімді киініп, 2 күн іздемеңдер, үйге келмеймін, сынға дайындалам деп айтып, дұға жасап, Алладан жақсы тілектерімді тілеп, аттандым. Студенттік алғашқы өмірімнен басталған осы имани жүрісіме де таңдана қарап, басымдағы орамалыма үрке қарағандар да көп болып еді. Сонымен іле-шала мені мәшинемен үйлерінің алдына әкеліп түсірді. Есік алдында біздерді күтіп, көп қыз-келіншек адамдар сыртта тұр екен. Біз есіктен кіре бергенде, олардың бәрі қуанышпен айғайлап, шашу шашып, Ахмет мені ертіп,
Үйіне кіргізбекші болып, есіктің алдына келе қалған кезде, қартаң, дәу қара әйел алдымыздан атып шығып, қатты айқайлап, қолын ербеңдетіп, жылай жөнелді. Мен шошығанда зәре-құтым ұшып кетті. Өзім ештеңе түсіне алмай қалдым. Ол кісі дереу айқайлап, «Ахмет, есің дұрыс па? Мен терезеден көріп тұрдым. Андағы қызың ақсақ қой. Алып кет, кіргізбеймін. Мен оны келін болдырмаймын. Алып кет, апарып таста. Егер сен менің балам болсаң, онымен үйленбе. Бізді бет қара болдырма. Біздің тұқымға дақ салма», деп айқайлап өкіріп тұрып жылады. Жолды бөгеп тізерлеп отырып алып, бетін басып, бақырып, жылай берді. Дәл осы кезде менің қандай жағдайда болғанымды, ет жүректі қандай адамда өзі-ақ сезінетін шығар. Мен бұл өмірден мәңгі жалғыз өтсем де, бұндай қорлауды көрмей өткім келіп, ақмақ болып, бас соқпайтын жерге бекер келгенімді енді ғана сезіп, мен де еңіреп жыладым. Кетпекші болып тартынсам, Ахмет қолымды тас қып, қысып ұстап, қапсыра құшақтап жіберетін емес. Әлгі дәу қатын өршеленіп жылап, бізді ішке кіргізбей отырып алды. Жаңағы бізді күткен адамдардың қуанышы су сепкенде басылып, бәрі келіп біздің артымыздан қоршап тұрып қалыпты. Ахмет маған ымдап, құлағыма сыбырлап, менің артымнан қалмай еріп жүре бер, деді де, шешесінің жанынан айналып, бір сөзде айтпай, мені қолымнан жетектеп өтіп, мені ертіп үйге кіргізіп кетті. Үйдің оң жағындағы келінге арналған шымылдық құрған орынға келіп, мені отырғызып, өзі қасыма отырып алды. Осы уақытта сырттан әдейі дайындаған, менің қасыма отыруға арнаған, оның қарындастары, әпкелері келіп, менің қасымда үн-түнсіз отырды. Мен біраз уақытқа дейін жылаумен болдым. Мен таңертең оянсам, қасымда жігітім жоқ, тұрып кетіпті. Мен дабырлаған дауыстан оянаппын. Енем қатты-қатты даурыға сөйлеп, баласына ұрсып, бірдеңелер айтып жатыр. Құлағымды салсам, тағы да кешегісін бастап, «Балам, егер сен мені анам десең, бұл қызбен үйленбе. Отбасымызды ойрандап, тұқымымызға таңба басқандай болма. Үйіне апарып таста. Кемтарлық тұқым қуалайды. Неше балаң болса да, бәрі ақсақ болады. Махмудтың 5 қызын білесің ғой, 5-еуі де ақсақ. Балаларың сондай болсын ба? Аман есенде, босанбай, балалы болмай тұрғанда айырыл. Тез үйіне апарып таста», деп ұрсып жатыр екен. Ахмет ақырын міңгірлеп, «Шеше, ол табалдырық аттап, бір қонып қойды ғой. Қайтып апарамын, апара алмаймын», деді. Шешесі, апарасың деген соң алып барасың. Біз оның әке-шешесіне де хабар бермедік. Осы сәтті пайдалан. Айтып жатқанын естідім. Мен әркез тағдырдың салған қиындығын, басқалардан алатын өшімді, екі көзімнен алатын, екі көзімнің жасынан алатын әдетім бойынша егіліп жыладым. Кетсем де Ахметтің осы ерлігі, осы маған жасаған жақсылығы үшін Ахметтің жүрегіне қаяу түсірмей, қорлықты бір басымен көтеруге бел байладым. Және өзіме іштей ант ішіп серт бердім. Тек Ахметтің айтқанымен болып, маңдайыма жазған тағдырдың барлық қиыншылықтарына көнемін. Және маған жасаған ыстық ықыласы, мені жақсы көремін деген ынтық сезімдерін, маған деген адал пәкі жан ләззаты үшін бүкіл өмірімді де сарп еткізуге дайын екенімді өзіме өзім қайталай айтып, мақтап, байлам жасадым. Мен бұл күнді де көрмей өтуім мүмкін еді ғой. Егер Ахмет, сен болмасаң деп, ойлағанымда от пен судан да тайынбайтындай едім. Сонымен күйеуім мен енемнің өзара сөйлескенін естіген соң ойға батып, біраз жаттым. Содан тұрып бөлмеден шықтым. Ары қарай жүрудің мәнісі болмай, шыға салғандағы есікте тіреуде тұрған сыпыртқыменен бөлмені сыпырып жатқанымда сырттан енем кіріп келді. Енем кіріп келіп, әй шәй жоқ, қолымдағы сыпыртқыны жұлып алып,
Мен еш уақытта сені ұлыммен үйлендірмеймін. Айттым ғой, кет деген соң кетіп қалғаның дұрыс, деп маған бақыра бастады. Мен алдындағы өзіме қойған сертім, ішкен антым бойынша бүгінге дейінгі өткен өмірімдегі мұңлы мүсінімді сылып тастап, осыдан бақытты күн енді менде болуы мүмкін емес дегендей, ештеңе болмағандай енеме жылы шырайменен күліп қарап тұрдым. Енемнің қатты даңғырлап сөйлеген сөзін естіді ме, Ахмет те кіріп келді. Ол кезде енем сәлде болса басылып, екеуміз ештеңе болмағандай тұрған кезде Ахмет менің қолымнан ұстап, жүр, бет қолыңды жу, шай ішейік деп, мені қолымнан жетектеп ертіп шығып кетті. Біз төртеуміз шайға отырдық. Ата-енем төртеуміз төбелескендей үнсіз бір-екі кесе шай ішкеннен кейін енем қайтадан әңгімені бастады. Атама қарап, сен айт, мына ұлыңа түсіндір енді, мына қызбен үйленбесін. Елдің бетіне қайтып қараймыз. Аяғы кеміс екен. Мен кешеден бері айтып, жылап жатырмын. Мені тыңдайтын түрі жоқ. Сен әкесісің. Сен айтып түсіндір, деді. Ол кісі кәдімгі жапан түздегі сымтастай сұрғыш өңінен бір құбылыс білдірмей, үндемей, бір сөз айтпай, шайын ішіп отырды да тұрып шығып кетіп қалды. Енем бақырған күйі қала берді. Той да, құда шай да, ештеңе болмады. Әке-шешемнен рұқсат алған 2 күнім біткенде, Ахмет екеуміз барып, мен жағдайды түсіндірдім. Мен енді ол үйден не өлсем шығамын, не Ахмет қуып шығарса қайтып келемін. Бәрі бітті, мені іздемеңдер. Өзім келіп тұрамын деп, өз туған үйіммен қош айтыстым. Шешемнің көрісіп жылағаны үйден ұзағанша естіліп тұрды. Кетерде Ахметтің бетінен сүйіп, бақытты болыңдар. Саған жалғыз тапсырарым, қызымды дәрігери сабағынан қалдырма балам, деді. Менің ең ауыр күндерім енді басталды. Көп кешікпей менің жүкті екенім білінді. Осы кезден бастап балалы болса, тіпті үйден кетпейді деп ойлады ма, ене мені ең ауыр жұмыстарға жекті. Мен ешқайсынан қайтпадым. Тек Құдайдан ішімдегі баламды сақтауын, қандай ауыр жұмыс істеп жүрсем де, жалынып жылап, тек соны сұрай бердім. Кейбір кезде еркектің де шамасы келмейтіндей, ішінде сорпа толған қара қазандарды көтертіп, енем мені алдына салып, дедектетіп, артымнан жүріп жасатты. Бірақ менің бұл күнімді Ахмет қана шын түсініп, Айнаш, жаным, мен еш шарасызбын, сен шыда, күндер өтер, кетер, бізге де жақсы уақыт келер деп, жанашырлығын айтқанын естіген кезде, шынымды айтсам, Ахмет үшін қажет болса, қалған сау, жалғыз аяғымды да құрбан етуге даяр едім. Біз қазір 3 ұлымен бірге, 5-еуміз бірге тұрамыз. Айтпақшы, енем де, атам да бұл дүниеден кетті. Енемді қайтқанға дейін Ахметтің қойнынан тұрған күнгі сертімде тұрып, бір ауыз сөз айтпай қызмет көрсеттім. Енем ең соңғы сәтінде менен кешірім сұрады. Жаным, келінім, кешір мені деген жылы сөзді қанша уақыт өткенде екінші рет енемнен естідім. Мен үнсіз егіліп жыладым. Бұл менің өмірімдегі ең алғашқы қуаныштан шыққан көз жасым еді. Аллаға рахмет айттым. Бұл дүниедегі менің көрген қорлықтарымның ең ауыры енемнің маған жасаған қиянаты. Алтын босағаны аттағалы тұрған ең қуанышты сәтте мені мазақ қылып, келемеждеп, көрсетпегенді көрсетіп, өз анамды құдағи ретінде қолына алтын жүзік тақпағаны, елдің қызындай ақ көйлек киіп, ата-енемнің ақ батасын ала алмағаным деп отырсыздар ма? Жоқ, олай емес екен. Ол пенделік, алдамшылық қана екен. Шын бақыт, уақытша қорлықтың бәрін ұмыттырады екен. Менің ең бақытты кезім басталып, ұлым сабаққа кірді. Қуанышымда шек жоқ. Сабаққа өзім апарам, өзім аламын. Бірақ менің осы бақыттымен қоса қорлануым да әлі жалғасып қалмай келе жатқанына да тап болдым. Бір күні бәріміз
Дастархан басында отырғанда, ұлым жұлып алғандай: «Әке, шеше мені ертіп біздің мектепке бармасыншы, мен ұялам. Біздің кластың балалары шешең ақсақ деп мені мазақтап жатыр. Әке, мектепке өзің баршы, өзің апаршы», деді. Тағдыр әрі қатал, әрі әділ екен ғой. Міне, бұл менің 40 жыл дәрігер болып, мүгедек балалардың ұршығын емдеген кездерде талай адамдардың маған айтқан қилы тағдырының бір бөлігі ғана. Әңгіменің соңы. Құрметті оқырмандарым, зейін салып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Өз ойларыңызды, өмірден түйген ақыл кеңестеріңізді төменге жаза отырыңыздар. Келесі әңгімелерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.